Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ерекше болып қуырылатын саңырауқұлақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ең алдыменен құзырықтарымызды осылай жақсылап жуып аламыз. 3-4 мәрте осындай ағынды суда жуыңыздар. Арасында құмдары, тастары болуы мүмкін. Солардың бәрін жақсылап жуып аламыз осылай. Содан кейін түптерін кесіп, осындай топырақтарынан тазартып алатын боламыз. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай тап-таза қылып жуып алдық. Енді қазанымызға су құйып, осының үстіне салатын боламыз. Су құйып бір қайнатып төгіп тастаймыз. Өйткені біздікі таудың қозқұйрығы ма білмеймін. Мен базардан сатып алған екен, осылай қозқұйрықты қайнатып төгіп тастайтын боламын. Енді таудың таза қозқұйрықтары болады. Ақтастікі дейді ғой, ақтастікі аппақ әдемі болады. Оны қайнатудың қажеті жоқ. Енді бұл базардан сатып алған екен, міндетті түрде осылай қайнатып төгіп тастайтын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай қозқұйрығымыз батып тұру керек. Су аз болған екен, үстіне су құйып осылай батырып қайнататын боламыз. Бізге сәбіз қажет болады. Сәбізімізді осылай ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды да осылай 2 бас пияз алдым, 1 сәбіз алдым. Енді осы сәбізімді, пиязымды өйстіп ұсақтап турап алатын боламын. Көп адамдар ет қосып жатады. Етті қосу меніңше керек емес сияқты. Өйткені қозырықтың өзі дәмді өте тәтті болады. Біздің қозырығымыз қайнап жатыр. 10 минут қайнатып алдым. 10 минут осылай жай отта қайнады. Қайнаған кейін осылай сүзіп аламын. Суын сырғып. Мұны сүзіп алған қозырығымызды енді үлкендеуін осылай 2-ке бөлеміз. Үлкендеу болса 2-ке, 3-ке бөлеміз. Майдаларын бөлмей қойсаңыздар да болады. Ұсақтап тураудың қажеті жоқ. Өйткені құзыр қуырылған екен, өзі кішкентай болып қалады. Сол үшін үлкендеуін ғана 2-ке бөліп, қалғанын осылай қуыра беретін боламын. Енді қазанымызға май құйып, пиязымызды салып, осылай жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымызды осылай жақсылап қуырып болғаннан кейін, үстіне ұсақтап туралған сәбізімізді саламыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз. Сәбізіміз қуырылғаннан кейін, оның үстіне ұсақтап туралған картошкамызды саламыз. Оны да жақсылап қуырамыз. Оның үстіне 1 қасық тұзымды салдым. Енді өздеріңізге қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Маған дәмдеуіш салмадым. Қозырықтың өзінің дәмі де тәтті болады деп. Міне енді қозырығымызды салатын боламыз. Осылай қозырығымызды салып болып, оны да жақсылап қуырып, астын пәс отта бұқтырып қоямыз 1 сағатқа. 1 сағатынан кейін ашатын боламыз. Оған дейін бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Осылай қозырығымызды пісіріп алдық. Өте дәмді, ерекше болып пісті. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер, және де көктем айында осындай қозырықты көбірек жеңіздер. Өйткені пайдасы көп, және де құрт болса, іштегі құртты кетіреді екен. Сол үшін осылай қозырықты жеуге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.